Халықтық коммунистер фракциясының депутаттық сауалы Қазақстан Республикасының премьер-министрі Сағынтаевқа. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, үстіміздегі жылдың 13 қаңтары күні Қарағанды облысының Нұр ауданында мемлекеттік қорық аумағында заңсыз киік атқан браконьер қарақшылардың қолынан қорықшы Ерлан Нұрғалиев қаза тапты. Бұл оқиға бүкіл Қазақстан қоғамын дүр сілкіндіріп, бұқаралық ақпарат құралдарда, әлеуметтік желілерде кеңінен жарияланып, қызу талқылануда. Осы жағдай қоғамдағы бірнеше проблемалардың басын ашты. Ғасыр бойы сайын даламызда халқымызбен бірге өсіп өнген төрт түлігімізде болған асыл қазынамыздың бірі киіктерді қандықол қарақшы браконьерлерден әлі күнге дейін қорғай алмай отырғанымыз қалың жұртқа жария болды. Жануарларды мүйізі үшін қынадай қырған браконьер қарақшылар тыйылмай тұр. Оған қоса соңғы жылдар орын алған табиғи апаттар, киіктердің қырылуы, Қазақстандағы киіктердің жер бетінен мүлде жойылып кетуіне ұласуы мүмкін деген қауіпке негіз болып отыр. 2018 жылы қорықшыларға шабуыл жасаудың 4 фактісі тіркеліпті. Қорықшылық жұмыстың қауіптілігіне байланысты маман аз, жалақысы төмен 50-70 мың теңге көлемінде. Қарулы қарақшыларды ұстау кезінде қару қолданған қорықшылардың өздері жауапқа тартылған жағдайлар кездеседі. Яғни қорықшылар заңмен де жеткілікті дәрежеде қорғалмаған. Оның үстіне ен далада тау мен тас арасында қарулы қарақшылармен бет-бет келетін қорықшылардың қарумен, техникамен жарақтануы төмен, арнайы байланыс құралдары әлсіз. Нәтижесінде осындай сын сәтте өзге құқық қорғау органдары тарапынан көмекке келу мүмкіндігі жоқ. Яғни арнайы органдар арасында жүйе жолға қойылмаған. Қорықшы Ерлан Нұрғалиевтің қазасы қоғамның бітеу жарасындай болып сыздап жатқан осындай проблемаларын ашып жария етті. Өмірінің соңына дейін антына адал болып, мемлекеттік қызмет кезінде шәйіт кеткен арысымыз Ерланды бүкіл қоғам, жұртшылық болып жоғары мемлекеттік наградаға ұсынуда. Тіпті еріктілер қаһарман ұлды мәңгі есте қалдыру үшін оның дала еркесі Құралайды құшақтап тұрған суретінің негізінде ескерткіш тұрғызу үшін қаржы жинауды бастап та кетті. Мұның бәрі халықтың қаһарман ұлының ерлігін жоғары бағалайтынын көрсетеді. Қарақшылармен шайқаста батырлық көрсеткен Ерланның серігі Ницик те мемлекеттің марапатқа лайық деп есептейміз. Мәжілістегі халық коммунистері фракциясының мүшелері жұртшылықтың пікірін қолдау білдіріп отырып, өз өмірін туған жері мен туған табиғатын қорғау кезінде қандықол қарақшылардың қолынан қаза тапқан Ерлан Нұрғалиевке халық қаһарманы атағын беруді ұсынады. Және оның есімін мәңгі есте қалдыру үшін тиісті шаралар қабылдауды сұрайды. Марқұм Ерлан Нұрғалиев сын сағатта отанын сатпады, соңғы демі үзілгенше антына адал күйінде қалды. Ерланның өмірі өскелең ұрпақ үшін жарқын үлгі. Қолдауыңызды сұраймыз. Құрметпен мәжілістегі халықтық коммунистер фракциясының мүшелері.